Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын, бір жасағаннан-ақ сәтті шығатын қимақтар дайындайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Және де каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен сүтімізге қант, тұз, ас содасы және де жұмыртқамызды салып, жақсылап венчикпен көпіргенше араластыратын боламыз. Одан кейін ұнымыздың барлығын салып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршіктер қалмау керек. Массамыз біркелкі болғанша тоқтаусыз араластыра беріңіздер. Бөлме температурасында тұрған суымызды қосып, оны да жақсылап араластырамыз. Ең соңында сұйық майымызды қосып, массамыз біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Табамызды алдымен майлап алып, одан кейін жақсылап қыздырамыз. Қызған табаға бір ожаудан осылай массамызды құйып шығамыз. Қимағымыздың шеттері осылай қызарғанда келесі бетіне аударамыз. Табаны бастапқы кезде бір майлап алып, одан кейін майламауға болады. Ешқандай да қимақтарыңыз жабыспайды, оған уайымдамасаңыздар болады. Қимақтарымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әртүрлі начинкалармен қосып жіберуге болады. Мен каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.